Сәлеметсіңдер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге апталық жорамал ұсынамын. 4 қыркүйектен 10 қыркүйекке дейін каналға жазылыңыз, комментария қалдырыңыз, лайк басыңыз, өтініш. Осында біз таразыдан балықтарға дейін қараймыз. Сонымен қарайық. Таразыдарға 4 қыркүйектен 10 қыркүйекке дейін қандай болжау болады осы аптаға? Комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырып кетіңіз, каналға тіркеліңіз. Бастайық. Таразыдар 4-нен бастап 10 қыркүйекке дейін таразыдарға не түседі? Аптадары қалай өтеді? Таразыдарға колесо фортуны түсті. Старший аркан. Ол таразыдарда аптадары маңызды болып өтеді. Сіздерге байланысты емес. Ол колесо фортуны сіздерде жол түсіп тұр. Жолға шығасыз, немесе көліктеріңізмен мәселе болады, сұрақтар болады, немесе көлік аласыңдар. Ол колесо фортуны ол бізде жақсы картаға жатады. Ол тағдырға байланысты, сіздердің бұрын жасаған қылықтарыңызға байланысты. Егер барын жақсы жасасаңыз, сіздерде аптадарыңыз, аптадан да көп уақыттарыңыз жақсы өтеді, бәрі сәттілікке болады. Егер қандай бір сабақтарды өтпесеңіз, қателік жасасаңыз, онда аптадарыңыз минусқа кетеді. Ол тағы да цикл, бір цикл бітіп, жаңа цикл басталады, бір этап бітіп, басқа этап басталады. Мысалы, ол ауысып тұрады. Ауысудың картасы өзгерудің картасына жатады. Старший аркан. Жақсы, келесі жұлдыз белгісін қарайық. Ол бізде сары шаяндар. Сары шаяндарға 4-нен 10 қыркүйекке дейін сары шаяндарға не түседі? Қарайық, 4-нен 10 қыркүйекке дейін сары шаяндарға. Сары шаяндар 4-нен 10 қыркүйекке дейін қандай аптадары қалай өтеді? Каналға жазылыңыз, комментарий басыңыз, лайк басыңыз, каналға жазылып кетіңіздер. Сары шаяндар 4-нен 10 қыркүйекке дейін сары шаяндарға қалай болады? Қарайық. Тройка мечей түсті. Тройка мечей сары шаяндарда ол 3 мәселе болады. 3 мәселе, сіздің аптаңыз 3 мәселе болады, 3 проблема болады. Оны шешесіз. Ол тройка мечей бізде тез өтеді, тез жылдам өтеді. Осы картада сіз көріп тұрғанда жүректі 3 қылышы бар жүрек. Ол қайғырасыз. Мысалы, ол жүрегіңіз бір нәрсе ойлайды, бірақ ойыңыз санаңыз бойынша, ойыңыз логика бойынша сіз шешім қабылдауыңыз керек. Жеке өмірге келсек, ол бізде тройка мечей, ол любовный треугольникті білдіруі мүмкін. Сіз өзіңіздің барлығында емес, кейбір шаяндарға ғана өтуі мүмкін. Біреудің барын білуіңіз мүмкін, немесе сіздің күйеуіңіз, немесе жолдасыңыз сізге көзіңізге шөп салып жүрген біліп қалуыңыз мүмкін осы аптада. Сіз көп қайғырмаңыз, бәрі өтеді, кететін дүние. Жарайды, келесі бізде
Келесі жұлдыз белгісі бізде мергендер. Мергендерге 4-нен 10 қыркүйекке дейін мергендерді не күтеді? 4-нен 10 қыркүйекке дейін мергендерді не күтеді? Қарайық. Мергендер. Девятка мечей. Девятка мечей. Мергендерге, тағы да мергендерге мечей түсті. Ол бір нәрсе үшін көп уайымдайсыз, қайғырасыз, не істеріңізді білмейсіз, қалай тығырықтан шығатыныңыз жол таба алмайсыз, немесе денсаулығыңыз бойынша сұрақтар болады, бірақ ол сіздің тек қана қиялыңыз, көп уайымдамаңыз, қайғырмаңыз, осы аптада бәрі шешіледі, бітеді. Сіздің осылай қайғыруыңыздың ешқандай негізі, себебі жоқ. Сіз өзіңіз оны тауып алдыңыз, өзіңізге қиялдап алдыңыз, оның негізі себебі жоқ. Девятка мечей, келесі десятка болады, одан кейін бәрі аяқталады, бітеді. Қандай жағдай болса да көп уайымдамаңыз. Осы аптада біраз қиналасыз, бірақ келесі аптада жақсы болады. Каналға жазылыңыз, комментарий басыңыз, каналға тіркеліңіз. Өте маңызды нәрсе. Құрметті көрермендер, келесі бізде тауешкі. Тауешкілерге 4-нен 10 қыркүйекке дейін тауешкенің не күтеді? 4-нен 10 қыркүйекке дейін тауешкенің не күтеді? Тауешкілерге қарайық. Келесі жұлдыз белгісі тауешкілер. Тауешкілерге бізге пятерка кубков түсті. Пятерка кубков ол онша карта емес, ол бізде кризисная карта. Пятерка это кризисная картаға жатады. Денсаулығыңыз бойынша сұрақтар болады, мәселе болады. Мысалы, ауыр қалуыңыз мүмкін, немесе суық тиіп қалуыңыз мүмкін. Жайсыз сезінесіз, бір нәрседен көп қайғырасыз, бірақ сізде тағы 2 мүмкіндік бар, оны ұмытпаңыз. Ары қарай жылжыңыз, ары қарай қадам басыңыз, бір нәрсеге түңіліп, уайымдап, сол нәрсені 1000 есе ойлағаннан сойғыштарды 4-нен 10 қыркүйекке дейін сойғыштарды не күтеді? Сойғыштар 4-нен 10 қыркүйекке дейін сойғыштарды не күтеді? Қарайық. 4-нен 10 қыркүйекке дейін сойғыштарды не күтеді? Сойғыштар. Жақсы карта түсті сойғыштарға. Ол бізде двойка кубков. Ол махаббаттың белгісі. Сіз өзіңіздің жартыңызды кездестіресіз, жақсы бір келісім шартқа отырасыз. Сізде келісесіз, айтқаныңыз орындалады, немесе өз жартыңызды кездестіресіз. Аптаңыз жақсы өтеді, эмоционалдық түрде. Келесі белгіні қарайық. Ол бізде балықтар. 4-нен 10 қыркүйекке дейін балықтарды не күтеді? Қарайық. 4-нен 10 қыркүйекке дейін балықтарды не күтеді? Балықтар. Балықтарға бізде смерть түсті. Смерть, ол бізде старший аркан, қорқудың қажеті жоқ. Ол бізде трансформацияның белгісі. Сіз бір нәрсе сізде аяқталады. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, сол балықтар сізде бір нәрсе аяқталады. Жұмысыңызда немесе кетесіз. Ол
ол бұрыннан келе жатқан нәрсе, бірақ бір жаңа этапқа, жаңа циклға өтесіз. Сізде трансформация өтеді, және жаңа нәрсе басталады, жаңа дәуір басталады сізде, жаңа кезең басталады. Жұмысыңызда да өзгеру болады, кенеттен ойламаған өзгерістер болады, оған келе жатты оның бәрі, бірақ сіз жасағыңыз келмеді, қазір ол болады. Ақшаңызда немесе жеке өміріңізде қатты өзгерістер өтеді, және жаңа этап басталады. Бір нәрсе трансформируется, бір нәрсе жаңа бір нәрсеге. Ескі кетіп, өліп, оның жанына жаңа нәрсе келеді. Сонымен каналға жазылыңыз, комментарий басыңыз, каналға тіркеліңіз. Сонымен бүгінге болжамымызды аяқтайық. Барлығына келесі аптада көріскенше, келесі видеоларда барлығына рахмет.